Қайырлы кеш достар. Ағылшын тілі сабағының екінші сабағына қош келдіңіздер. Бірінші сабақта өткен әліпби және сөздердің оқылуын біраз қайталап өтеге. Өткен сабағымызда айтқандай, ағылшын тілінде 26 әріп бар. Оны сіздер өткендегі бірінші сабақты видеоны тоқтатып қойып, дәптерлеріңе жазып алды. Және әріптерді сіздер қайталады деп сенемін. Енді оқып қарайық. Мысалы, man, map, baby, cinema, house, mouse. Өздеріңіз көріп отырғандай OU. Екі әріп бірігіп ау дыбысын береді. House, үй. Mouse, тышқан. House, mouse. She, мына өткен сабақтағы жаңағы айтқанбыз S пен H. Екі әріп бірігіп бізге ш деген дыбысты берген. She, ол әйел адам. He, ол ер адам. Shelf, сөре. Shame, өткен сабақта өткенімізде ұят. Take, ашық буын. Дауысты дыбыспен аяқталып тұр, сондықтан да A әріпі өзінің алфавиттегі аты сияқты оқылады. Shame, take, алу деген етістік. Make, бұл да етістік. Жасау, make, жасау. Мен кейбір сөздердің аудармасын айтып кеткенде, сіздерді дәптерлеріңізге жазып алуларыңызды сұраймын. Өйткені біртіндеп осы сөздер сіздердің сөздік қорларыңызды байытуға көмектеседі. Ары қарай. Өткен сабақта өткенімізде T-I-O-N. Осы төрт әріп бірігіп бізге шын деген дыбысты берген. Nation, ұлт, institution, кез келген организацияны institution деп айтамыз. Tuition fee деген сөз бар. Оқу ақысы, мынау кез келген оқу, оқыту деп аударылады. Tuition. Келесі W әрпі W дыбысын береді. Window, терезе. Wind, жел. Өткен сабақта түсіндіргенмін, C мен H бірігіп бізге Ч дыбысын береді. Chalk. Мынау A әрпі, егерде жазуым кішкене қисық болса, сәл түзеп жіберейін. Chalk, бор. Мынау тағы да W әрпі walk. Жүру. Walk, ball. Бұл доп дегенді білдіреді. Document, құжат. Notebook, блокнот немесе жаңағы лаптоп дейміз ғой, кішкентай ықшам компьютердің аталуы. Тағы да видеоны тоқтат қойып сөздерді жазып алуыңызға болады, қайталап оқуыңызға болады. Енді мен бұның ішінен ешқандай қиын сөз көріп тұрған жоқпын. Егерде бірінші сабақтағы ережені есіңізге сақтап алсаңыз, оқуға оңай. Take, make, mouse, house, OU екеуі бірігіп ау деген дыбысты береді. Window, wind, document, notebook, chalk, walk, cinema, кино, baby, нәресте, map, карта, man, ер адам. Өткен сабақта сонымен қатар біз to be глаголымен танысқанбыз. Бұл жаңағы сіздің мамандығыңыздың кім екенін, жағдайыңыздың қандай екенін, біреудің бір жерде болуы, соны білдіреді. Көмекші етістік қазақ тіліне аударылмайды, бірақ ағылшын тілінде сөйлем құрағанда бұл етістік міндетті түрде керек. Өткен сабақта біздің алған мысалдарымыз қандай болды? Мен аудармашымын. Есіңізде болса. Яғни I am a translator. To be формасы I, мен деген есімдікпен M болып жіктеледі. Келесі. Сіз жассыз дедік, өткен сабақта. You are young. Сіз жассыз, бізге керек. You
есімдігі тұрғанда а бізге керек. Келесі, ол демалыста деп алайық, е? Ол, әйел адам. She is on vacation. Ол демалыста. She is on vacation. She'дің орнына he'ді де алуыңызға болады. Ер адам туралы айтып тұрсаңыз. He is on vacation. He is on vacation. Енді біз бүгін осы сөйлемдердің біреуіне сұрақ қойып үйренейік. Мысал үшін, she is on vacation. Ол демалыста. Біздің сұрағымыз келеді. Ол демалыста ма? Өйтіп сұрау үшін біз мына is деген көмекші етістікті, to be'дің түрін бірінші сөйлемнің басына апарып қоямыз, сонда бізде сұрақ шығады. Қараңыз. Is she on vacation? Бізде сұраулы сөйлем пайда болды. Is she on vacation? Ол демалыста ма? Егерде ол демалыста болса, yes, she is дейміз. Иә деп қана аударылады, бірақ she is керек. Yes, she is. Егерде толық сөйлем айтқыңыз келсе, иә, ол демалыста деп айтқыңыз келсе, yes, she is. She is on vacation дейміз. Ол демалыста. Егер ол демалыста болмаса, no, she is not дейміз. Not емес дегенді білдіріп тұр қазақ тілінде. Ол демалыста емес. No, she isn't. She is not. Мына жерге нүкте қояйық бөлеге no деп жоқ. She is not деп те қалдыруға болады. No, she isn't. Немесе толық сөйлем айтуға болады. She is not on vacation. Vacation. She is not on vacation. Ол демалыста емес деген біз болымсыз сөйлем құрадық. Видеоны тоқтатып жазып алуыңызға болады. Мен өшіремін. Басқа мысалға көшеміз. Келесіңіз мысал айтайық. Біз жұмыстамыз деп айтайық. Біз жұмыстамыз. We are at work. Я? Біз жұмыстамыз. We, біз деген есімдікті алғанда төбедің a деген түрін қолданамыз. Оны өткен сабақтан білесіздер. We are at work. Енді сіз жұмыстасыз деп айтайық. You, немесе олар деп те қоса салайық, өйткені бұлар үшін төбедің a түрін аламыз. You are at work. You are at work. Сіз жұмыстасыз. Сіздер жұмыстасыздар, немесе сендер жұмыстасыңдар, немесе сен жұмыстасың. Өте оңай. Бір сөзді айтсаңыз, бірнеше жаңағы адамдарды қамтып тұр. Бір адам туралы айтып тұрсаңыз, you are at work дейсіз, сіз жұмыстасыз. Бірнеше адамдар, бірақ өзіңіздің достарыңыз болса, сендер деп айта береміз, you are at work, сендер жұмыстасыңдар. Ал құрметпен айтатын үлкен кісілер болса, немесе бейтаныс адамдар болса, сіздер жұмыстасыздар деп айтатын болсақ, сіздерде ол you. You are at work. Олар жұмыста болса, they are at work. Енді сұрақ қояйық. Олар жұмыста ма? Бұл сұрақты қою үшін біз көмекші етістіктің a түрін мына сөйлемнің басына шығара саламыз, сонда бізде сұрақ пайда болады, Are they at work? Олар жұмыста ма? Олар жұмыста ма? Егер олар жұмыста болса, yes it is демейміз, кейбір адамдардың қателігі сол, бәрін it is деп айтады. It дегеніміз ол жансыз затқа немесе жануарларға айтылатын сөз. Олар жұмыста ма дегенде, олар жұмыста деп айтымыз келсе, yes, they are at
work дейміз. Олар жұмыста. Егер оларда жұмыста емес болса, болымсыз түрін жасағымыз келсе бұл сөйлемнің, онда жаңағы not деген, емес деген сөзді қосамыз. No, they